Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Мен Шахло Исаханова, қазіргі кезде Корей елінде тұрамын. Негізі бүгінгі менің видеом көп адамдарға қызық деп ойлаймын. Кореяға егер сіздің 3 немесе 4 балаңыз болса, келсеңіз бір айда сізге қанша расход кетеді. Сол туралы бүгінгі видеом болады, және де өте жоғарыда емес, өте төменде емес, средний баға туралы сіздерге айтатын болады. Қазіргі кезде мен үйде отырып онлайн табыс табамын. Неге мен онлайн жұмысты таңдадым? Өйткені бірінші бұл еркіндік, екінші бұл денсаулығыма байланысты, үшінші баламның садиктегі уақыты сырттағы жұмыстарға мүлдем сәйкес келмегендіктен. Онлайн жұмыста қалай ақша табамын? Әрине, онлайн жұмыста путевка сату арқылы доллармен табыс табамын. Енді маған бір айда қанша расход кетеді? Сол туралы айтатын боламын. Бірінші очередте менің үйім, квартирам, яғни 5 комнаталы. Өйткені біз көпшілік болғандықтан, мен 5 комнаталы квартира жалдаймын. Ол 2 миллион теңге. Одан бөлек комуслуга бар. Біз комуслуганы өте көп жаратамыз, сондықтан да айына 500 мың вон шығады. Балам садикке барғанына 5-6 ай болды. Садикі айына 500 мың вон. 500 мың вон бергеніме өкінбеймін, өйткені біздің садиктерде, өйткені Кореяның садиктерінде бір группада 5 немесе 6 бала болады екен. Оларға 2 мұғалім, 1 няня қарайды. Сондықтан да садикте болса көп нәрсе үйренеді деп ойлаймын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Ал енді бір айлық продуктамыз, жеп ішетін шампунь, сабын, яғни барлық үйге керекті заттардың барлығы айына бізге 2 миллион ақша кетеді. Одан бөлек айына 1 рет немесе 2 рет қыдыратынымыз бар. Әрине 1 рет қыдырсақ та көпшілік болғаннан кейін бізге всегда минимальный миллион вон кетеді. 1 рет саяхатқа шығып тұрамыз, бірақ мен оны есептемеймін, өйткені ол өте көп кетеді. Примерно есептесем 10 мың доллардай ақша кетеді. Оның барлығын маған компания төлейді. Мен көпшілік болғаннан кейін, мен барлық ақшаларды жинап, одан кейін бала шағаммен бірге барғанды ұнатамын. Менің шығыным айына 6 миллион болды. Бұл саяхаттан бөлек. Енді сіздер ойлаңыздар. Егер мен сыртқа шығып жұмыс істесем, бір айда 6 миллион таба алам ба? Енді мен 6 миллионды есептегенде теңгемен 2 миллион теңге кетеді. Енді өзіңіз ойлаңыз. Кореяға келгенде сіз айына 2 миллион таба аласыз ба? Негізі баламен келген стоит па или не стоит па? Комментарийде жазып кетіңіздер.